Ұлылар дәстүрін ұлықтаған іргелі оқу орнымыздың тарихы тасқа тұнған Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің студенті болу әр жас буынға мақтаныш деп білемін. Себебі бұл колледж талантты студенттен білімді мұғалім шығара отыра, өскелең ұрпақты осы колледж қабырғасынан білім алған мұғаліммен тәрбиелеп, дарынды шәкірт шығарады. Тәлімі мен тәрбиесі қатар жүрген айбынды білім ордасы. Колледжде студенттерді түрлі бағытқа бейімдеп, ашылмаған қыр-сырын жарыққа шығару үшін жастар комитеті жанынан түрлі ұйымдар ашылған. Мәселен, саналы ұрпақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық ұйымы, Шаңырақ дебат клубы, Мейірім еріктілер клубы, Жайдарман ұйымы, Альянс ұйымы, Жаздар шығармашылық жастар ұйымы, Жас толқын шығармашыл жастар ұйымы, Жас сарбаз әскери жастар ұйымы, Қыздар клубы. Мен осы ұйымдар ішіндегі Жас отан жастар қанаты ұйымының жетекшісімін. Жас отан жастар қанаты ұйымының осы кезге дейінгі жасаған жұмыстарына келетін болсақ, біз алғашқы бастаманы колледж ауласында қайырымдылық жәрмеңкесін жасаумен бастадық. Жәрмеңке өз дәрежесінде біз ойлаған деңгейден де жоғары деңгейде өтті. Біз жәрмеңкеден түскен қаражатты Қызылорда қаласы Талсуат округінде орналасқан балаларды оңалту орталығына барып, балаларға керекті заттар мен өз сыйлықтарымызды тарту етіп, концерттік бағдарламамен қуантуды жоспарладық. Және де колледж бойынша көлемі ауқымды Арайлы алтын күз атты өнер фестивалін өткізуді қолға алдық. Айтылған шара өз деңгейінде достық үйінде өтті. Жеңімпаздар қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Көрермендер мен қатысушылар да дәл риза. Алдағы жоспарда жәрмеңкеден түскен қаржыға жоғарыда айтылған мақсатпен балаларды оңалту орталығына беру. Ол істі абыроймен атқарып болғаннан кейін жоспармен бекітілген шараларымыз өте көп. Құрметті жас отандықтар, студенттер, алдағы шараларды белсенді болуға, ұйымшылдық танытуға шақырамын. Жастар кез келген елдің ең белсенді бөлігі. Сондықтан ел тірегі жастар екені айдан анық. Жалпы Қазақстан әлемнің 30 дамыған елінің қатарына кіру үшін жастардың атқаратын міндеті өте зор. Қазақстанда мемлекет тарапынан жастарға қолдау жан-жақты беріліп жатыр. Әр өңірде жыл сайын жастар форум ұйымдастырылып тұрады. Соңғы жылдары елімізде жастар ұйымдарының саны артып келеді. Жастар ұйымы дегенде ең алдымен Нұр Отан партиясы жанындағы Жас отан жастар қанаты еске түседі. Қазіргі кезеңде мемлекеттер арасында ғана емес, адамдар арасында да бәсеке қызу жүріп жатыр. Жас буынды белсенді ел жеңімпаз болып шығады. Елбасымыз айтқандай, мен бұл жігерді сіздерден көріп отырмын. Тынысыңды әсем жырмен ашасың, ашуыңды қара өлеңмен басасың. Мәңгілікке қазағымды көтерер жас отандық жалындылар жасасын.